Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз бір жасағанда қайта жасай бергім келетін өте дәмді творожный печенье әзірлейміз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: 250 грамм творог, 100 грамм сары май, 1 дана жұмыртқа, 80 грамм шекер, 250 грамм ұн, 1 шай қасық қопсытқыш, шым тұз және де ванилин. Мискаға творогты, сары майды, жұмыртқаны, шекерді салып, қолымызбен 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Сары май бөлме температурасында болған дұрыс. Үстіне ұнды, қопсытқышты, ванилинді салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды, қопсытқышты, ванилинді құрғақ кезінде бір-бірімен араластырып аламыз. Жұмсақ әдемі қамырымыз дайын болды. Дайын қамырды үстелдің үстіне қойып, ұн сеуіп отырып жұқалап жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп, рогалики формасында жасайтын боламыз. Ал сіздер қалауларыңызбен әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Әр рогаликтерді шекерге аунатып алып, пергамент қағазына қоя береміз. Алдын ала 180 градус қыздырылған пеште 30-40 минутқа қойып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Сіздер пештеріңіздің ыңғайына қарай бақылап отырыңыздар. Мінекей біздің жұпар иісті, жұмсақ әрі дәмді творог қосылған печеньеміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.